Абай облысында Шүлбі су электр станциясының құрылысы жобасын жүзеге асыру көзделіп отыр. Абай облысы әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков пен China Railway компаниясының халықаралық қатынастар жөніндегі директоры Бу Чжуцин ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Меморандумға қол қою рәсімінде Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев қытайлық инвесторларды құттықтап, өңір үшін маңызды жобаны жүзеге асыруда ынтымақтастыққа мүдделілік танытты. Су электр станциясының болжамды қуаты 350 мегаваттқа дейін. Айта кетер болсақ, Шүлбі су электр станциясы Семей қаласына 70 шақырым жерде орналасқан. Ол Ертіс гидроэлектр станциясы каскасындағы 3-ші және орнатылған қуаты бойынша Қазақстандағы ең ірі станция болып табылады. Бүгін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Семей қаласы әкімдігінің бөлім басшыларымен, Семей водоканал және теплокомэнерго өкілдерімен бірлесіп қаладағы аулаларды абаттандыру бойынша қаладағы тұрғын үй аулаларын аралады. Биыл біз 70-ке жуық ауланы кешенді түрде жасаймыз. Бірақ бұл біз тек екі сырғанақты ғана қоямыз дегенді білдірмейді. Біз ауланы жасамас бұрын жер астындағы желілерді өзгертеміз. Себебі басты мәселе абаттандыру жұмыстары аяқталғаннан кейін туындауы мүмкін. Осыған байланысты біз 70 ауланың желілерін ауыстыруға қаржы бөлдік дейді қала әкімі. Осыған байланысты бүгін тұрғын үй аулаларындағы су және жылу желілерінің жағдайын тексеруге қала әкімі тапсырмалар берді. Семей қаласында 576 аула бар. Оның 96%-ның тозығы жеткен. Биыл 70 ауланы күрделі жөндеуден өткізіп, әр жыл сайын аулаларды кезең-кезеңмен жөндеу жоспарлануда. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны орындау шеңберінде кәсіпкерлерге жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін 2-ден 5 миллион теңгеге дейінгі мөлшерде мемлекеттік инновациялық гранттар беру бойынша конкурстық ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. 2022 жылға бюджеттен 46 миллион теңге бөлінді. Аталған жылы 443 өтінім түсті. Оның ішінде ережеге сәйкес 339 өнім ғана құжаттық сараптамасын өтті. Конкурстық комиссия 5-19 желтоқсан аралығында онлайн және офлайн режимде барлық 339 жобаны тыңдады. Қорытынды бойынша 46 миллион теңгеге 18 жоба қаржыландырылды. Қаңтар Бородулиха ауданының құрылғанына 95 жыл толып отыр. Мерейтойға орай аудан орталығында берекелі Бородулиха атты дөңгелек үстел өткізілді. Жиын барысында Бородулиха ауданда туып өскен, көп жылдар бойы еңбек еткен, ауданның құрылымы мен дамуына тікелей атсалысқан тұлғалардың естеліктері, тарихи деректер, мұрағат жазбаларымен бөлісті. 1928 жылы іргетасы қаланған үлкен аудан бүгінгі күнде жері құнарлы, елі берекелі, экономикасы дамыған ірі аудандардың бірі. Даму жолында білікті басшылар мен еңбексүйгіш халықтың талпынысы арқасында тарихи кезеңді өткерді. Дөңгелек үстелден кейін ауыл тұрғындарына арналған берекелі Бородулиха атты мерекелік концерт жалғасын тапты. 1928 жылдың 17 қаңтар күні Үржар ауданы құрылып, биыл ауданға 95 жыл толып отыр. Осыған байланысты аудандық мәдениет үйінде ауданның 95 жылдығына орай үкілі Үржар ән жырым атты мерекелік кеш өтті. Шараға аудан әкімі Нұржан Тоқсейітов қатысып, аудан тұрғындарын құттықтады. Мерекелік кешке еңбек ардагерлері, зиялы қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдар мен жастар қатысты. Аудан тарихындағы осындай елеулі, мағыналы мәдени көпшілік шаралар жыл бойы өз жалғасын табады, дейді аудан әкімі.